Анашым, сіз өтірікші екенсіз ғой? Не деп өтірік айтыппын? Осы уақытқа дейін маған ылғи да өтірік айтып кепсіз. Жуынып жатқан кезде ішіңізден тыртық байқап, бұған не болған дедім. Абайсызда сырып алдым дедіңіз. Сөйтсем, мен туғаннан қалған екен. Оны әкем айтты. Дәрігер ішіңізді жарып, мен алып шықты ғой. Аурама десем жоқ дейсіз. Бірақ ол түгілі ине салғаннан қатты қорқады екенсіз. Оны да әкем айтты. Кішкентай күнімде тіл алмасам, маған керегің жоқ дейтінсіз. Сөйтесті мені түнімен әлдейлеп шығасыз. Мен сізге дәмді бірдеңе берсем, ылғида қойш ұнамайды дейтінсіз. Бірақ менен қалғанды тым қалдырмай жеп қоятын едіңіз. Сізбен бірге киім алуға барғанымда, киген киімнің бәрі де сізге жараса кететін. Алайда ешқайсы ұнамайды дейтінсіз. Сөйтесте маған көп киім әперетінсіз. Анашым, өтінем, бұдан былай мені алдамаңызшы, өзіңізге де бір сәт көңіл бөлгеніңізді қалаймын.